10-шы дәріс. Саяси журналистиканың тақырыптық кеңістігі. Саяси журналистика қоғамның саяси өмірін, билік институттарының әрекетін, мемлекеттік басқару жүйесін, азаматтық бастамаларды қорғайды. Оның басты міндеті қоғамдық пікір қалыптастыру, азаматтарды ақпараттандыру, билік пен халық арасындағы көпір болу. Саяси журналистика билік тармақтарының қызметін талдайды, қоғамдық мүддеге әсер ететін саяси шешімдерді түсіндіреді. Қоғамда болып жатқан саясатқа қатысты процестерге баға береді. Саяси коммуникацияны жүзеге асырады. Саяси журналистің ерекшелігі ақпаратты тек жеткізуші емес, сонымен қатар оны сараптайтын маман. Сондықтан бұл салада объективтілік, дәлелдік, идеологиялық, бейтараптық дерек көздермен жұмыс аса маңызды. Мемлекеттік билік басқару. Бұл бағытқа президенттің қызметі, парламент жұмысы, үкімет қаулылары, министрлік пен әкімдіктердің шешімдері, реформалар, заң жобалары кіреді. Сайлау саяси журналистиканың маңызды алаңы. Мұнда сайлау алдындағы науқандар, кандидаттардың бағдарламасы, дауыс беру барысы, бақылаушылардың есептері, сайлау нәтижелерін талдау сияқты мәселелер қамтылады. Халықаралық қатынастардағы тақырыптар, мемлекетаралық келісімдер, халықаралық ұйымдардың шешімдері, геосаяси процестер, әлемдік көшбасшылардың кездесулері, аймақтық қауіпсіздік жатады. Саяси журналист халықаралық саясатты халыққа жеткізуші. Саяси журналист енді тек газет пен теледидарға емес, цифрлық аудиторияға да жұмыс істейді. Мысалы, Қазақстанда мемлекет басшысының бастамалары көбіне алдымен әлеуметтік желілерде талқыланады. Содан кейін ресми ақпарат көзіне түседі. Саяси журналист қоғам өміріндегі маңызды ақпараттық процесті басқаратын маман. Оның міндеті халыққа дұрыс, нақты, бейтарап уақытылы ақпаратты жеткізу.